тізені жай ғана қайырып алғаны, бұл қалай 5 жылдан кейін немесе 10 жылдан кейін артрозың 4-ші сатысына немесе эндопротезге алып келуі мүмкін екен, осының даму жолын сіздерге түсіндіріп айтамын. Құрметті әріптестер және ютубтан көріп отырған көрермендер, сіздер бұл мәліметті интернеттен ешқайдан таппайсыздар, себебі мен бұны FDM терапиямен байланыстырып айтамын. Жалпы кез келген травмада біз ең бірінші күтетін дисторсиямыз бұл фолдинг пен континуум дисторсия. Бірақ бұл басқа дисторсиялар болмайды деген сөз емес. Ең жиі күтетініміз фолдинг және континуум. Көрермендер фолдинг, континуум деген терминдерді қазір видео барысында түсінетін боласыздар. Демек, мысалы айтайық, бір пациент қыста кетіп бара жатты, аяғы тайып кетті да ішке қарай қайырып алды. Континуум пайда болмады, тек қана фолдинг пайда болды деп мысал келтірейік. Енді ішке қарай қайырып алған кезде тізенің іш жағы созылады, яғни бұл жерде анфолдинг пайда болады, ал сырт жағы керісінше компрессия болады да, бұл жерде рефолдинг пайда болады. Енді рефолдинг пен анфолдингтің әрқайсысының өзіне тән симптомдары болады, және екеуі де фолдинг болғандықтан екеуіне ортақ симптом болады. Енді өзіне тән симптомнан бастайық. Бірінші рефолдинг. Бұл пациенттер айтады, күндіз жүре беремін, тізем ауырмайды дейді. Бірақ түнде ұйықтап, таңертең ұйқыдан тұрсам, 1-2 адым ақсап тұрамын дейді. Ары қарай тізем ауырмай кетеді, күні бойы жүрсем де жүре беремін дейді. Яғни таңертең ауырады. Енді не үшін бұл таңертең ауырады? Себебі бұл түнде ұйықтап тұрған кезде, жалпы жатқан кезде буын сәл ашылады, тракция болады ішінде. Ал рефолдингқа тракция ұнамайды, тракция жақпайды. Және бұл пациенттер түскі уақытта бір жатып тұрса, тағы да 1-2 адым ақсауы мүмкін, немесе тамақ ішіп, түскі асын ішіп отырса, орындықтан тұрған кезде тағы да 1-2 адым ақсап тұруы мүмкін. Келесі анфолдингтің өзіне тән симптомы. Анфолдинг енді бұған қарама қарсы. Бұл жерде керісінше тізе тракцияны ұнатып тұрады, тракция болғанын қалап тұрады. Яғни таңертең тұрған кезде ақсамай, тізесі ауырмайтын адам сияқты тұрады. Бірақ жүрген сайын ауырғаны күшейеді. Яғни күннің екінші жартысында түстен кейін тізесі ауырып бастайды, кешке қарай қаттырақ ауырады. Яғни жүрген сайын ауырады. Не үшін жүрген сайын? Себебі жүрген сайын тізеге компрессия беріп тұр. Ал анфолдинг оны ұнатпайды. Енді екеуіне ортақ симптомдар болады. Екеуіне ортақ симптомдар пациенттер айтады, күн бұзылғанда тізем қақсайды деп айтуы мүмкін. Одан кейін екі буыным орнында тұрған жоқ сияқты дейді. Мен қазір тіземді бассам, буыным тайып кететін сияқты деп айтуы мүмкін. Және пациенттердің қай жеріңіз ауырады деген сұраққа пациенттер тізесін ұстап көрсетуі мүмкін, пилтетіп көрсетуі мүмкін, және былай көрсетуі мүмкін. Түр саусағын тізенің астына салу. Және пальпация кезінде бұл ауырмайды, себебі фолдинг дисторсия біздің буынның ішінде складчатый фасция болады, соның дисторсиясы, біз оны қолмен ұстай алмаймыз. Сондықтан пальпация бұл жерде безболезненный болады. Және фолдинг дисторсияда тізеде отектар болуы мүмкін, тізе ісінуі мүмкін. Енді не үшін ісінеді? Мысалы, анфолдинг айтайық. Бір адамда анфолдинг дисторсия бар. Енді бір ұзату тойға барды дейік. Қызын ұзатып отыр. Таңертеңнен кешке дейін тізесінің ауырғанына қарамай жүре берді. Енді бізге жүйке жүйесі бұл тіземізді қорғауы керек. Жүйке жүйесі біздің тіземізді созып бере алмайды, тракция жасап бере алмайды. Сол үшін не істейді? Сол үшін мынаның ішін сұйықтыққа толтырып тастайды. Сұйықтыққа толтырып тастағаннан кейін буын екі жаққа ығысады. Сөйтіп анфолдингқа біздің жүйке жүйеміз емін жасайды. Ал бірақ пациентке не болады? Ішінде сұйықтық толып қалғаннан кейін пациент аяғын баса алмай қалады. Енді жүйке жүйесі айтады,
тіземді өйтіп қорғамайды екенсің, онда бұл жүрмей ақ қой дейді да. Ішіне сұйықтық толтырып тастайды. Енді азамат, сен травматологсың, сендер білесіңдер, ішінен сұйықтықты алып тастасаңдар, тізеге жиналған, бұл жерге екінші рет сұйықтық жиналмайды деген сөз емес. Яғни келесі аптада ол үлкен тойға барып, таңертеңнен кешке дейін жүре беретін болса, тағы тізесінің ауырғанына қарамай, келесі аптада сұйықтығын алдыруға қайтадан келуі мүмкін. Ал егер тізем ауырады деп көп жүрмей отырса, онда бұл пациент келмеуі мүмкін. Яғни сұйықтық жиналып, анфолдингқа, тізені екі жаққа ығыстырып тастау үшін осылай сұйықтық жинап қояды. Енді осы фолдинг дисторсиямен пациент жүреді. Unfolding болса жүре берген зиян болады, рефолдинг болса тізеге тракция жасалған, яғни жатқан зиян болады. Енді не істейді бұл жерде? Жүйке жүйесі бізге рефолдингқа зиян келтірмес үшін, мысалы айтайық, мына жерлерден континуумдар жасап тастайды. Енді континуум жасалғанына байланысты, мысалы рефолдингті мына жақтан континуум жасап тастады дейік, біз тіземізді бүккен кезде тіземіз ашылады. Енді континуум жасап тастағаннан кейін рефолдинг тізені ашқанды ұнатпай тұр. Демек, жүйке жүйесіне тізені ашқан іс-әрекет қажет емес. Ол іс-әрекет енді бұл пациентке керек емес деп санайды жүйке жүйесі. Сол үшін бұл жерде континуумдар жасайды. Континуум қалай түскеніне байланысты тізесі соншалықты шектеледі. Мысалы 90 градусқа дейін шектелуі мүмкін, 100 градусқа дейін шектелуі мүмкін, 80 градусқа дейін шектеліп қалуы мүмкін. Енді бұл жерде қандай ауру сезім пайда болады? Мысалы 90 градусқа дейін алдыда тізенің қимыл қозғалысын жүйке жүйесі шектеп тастайды. 90 градустан асырып қозғалтса, континуумға тиеді, ине тыққандай қатты ауырады. Енді пациент кетіп бара жатты, бір күні сезіп қалды, 90-нан асырса, ине тыққандай қатты ауыратын. Пациент түсінбей қалады. Бір-екі күннен кейін ұмытып кетіп, тағы да бүгіп қойды мүмкін. 2 рет, 3 рет ине тыққандай ауырғанын сезеді. Бұл жерде өте қатты ауру сезім болады. Жалпы острый боль, яғни қатты ауру сезім, континуум дисторсия мен цилиндрический дисторсия осы екеуінде болады. Қатты ауырғанын 2 рет, 3 рет сезгеннен кейін пациент уже тізесін 90 градустан асырып бүкпейтін болады. Яғни уже орындыққа отырған кезде де, мысалы столға қолын тіреп, аккуратно отыратын болады. Жерге отырған кезде де қолымен тіреліп жай отыратын болады. Тұратын кезде біреуге тартып жібер деп тұратын болады. Бірақ бұл фолдинг дисторсия мен континуум дисторсия пайда болған кезде пациенттер бізге емделуге келмейді. Неге? Себебі рефолдинг болса пациент білет жүргенде ауырғанын қоятынын, яғни жүріп ауырғанын өзі басы болады. Unfolding болса пациенттер білет жатқанда қоятын, тізесі ауырып кетеді, жатады да ауырғанын басы болады. Континуум дисторсия 90 градустан ары қарай бүкпей қояды, яғни біз пока әзірше қажет емеспіз пациенттерге, біздің көмегіміз қажет емес әзірше. Енді континуум дисторсияны біз пациенттерден сұраймыз ғой, тізеңіз қалай ауырады деген сұраққа бұл пациенттер қалай жауап береді. Яғни континуум тұрған жерде саусағының ұшымен мына жерде тұр деп айтады. Осы жерде тұр деп айтады. Бір точка бар, ине тыққандай ауыратын дейді. Екінші вариант, мына буынымның ішінде үшкір тастар бар сияқты дейді. Жүрген кезде жаңа үшкір тас менің сүйегіме батып тұрған сияқты дейді. Түсіндіңіздер ғой? Енді фолдинг дисторсия қалай континуумды жасап алған. Яғни бірақ енді фолдинг жасамайды, жүйке жүйесі жасайды да фолдингтің кесірінен. Енді жаңа айтқан болатынбыз, фолдинг дисторсияда нестабильность деген симптом бар деп, тұрақсыздық деген. Яғни буын орнынан тайып кететін сияқты деп пациенттер айтады. Енді бұл тұрақсыздықты тұрақтандыру үшін пациенттер жүйке жүйесі не істейді? Жүйке жүйесі бұл тізені алады да, былайынан триггерный тяжбен тартып тастайды. Тартып тастағаннан кейін енді осы триггерный тяжбен тіземізді тұрақтандырып қойды. Бұл кезде қандай симптомдар пайда болады? Яғни пациенттер айтады, триггерный тяжды
сызық қылып көрсетеді. Осы жерім тартып ауырады дейді. Қай кезде күшейеді? Бұл ұйықтап тұрғанда, ұзақ отырып енді жүргенде, немесе түскі уақытта жатып төсектен тұрған кезде. Яғни қимылсыз біраз уақыт тұрып, қимылдаған кезде бірден қимылдап кете алмайды. Және түнді тізесін созып ұйықтайтын болса, таңертең солай тізесі қақиып қалуы мүмкін. Және пациенттер айтады, таңертең тұрған кезде біраз жерге дейін ақсап барады. Бір аяғымның тормозы ұстап тұрған сияқты, бір аяғыма ілесе алмай тұрған сияқты деп айтады. Одан бөлек, бұл кезде енді пациенттерден сіз ауырғанын қалай жеңілдетесіз деген сұраққа, төсектен тұрмас бұрын, мысалы, велосипед теуіп аламын, ары қарай жақсы жүріп кетемін дейді. Не болмаса отырып ары бері аяғын қозғалтады, тұрып жүрсе, енді қозғалту деген не? Бұл жерде тартып тұрған триггерный тяжды созып қалпына келтіріп алады, сонымен жүреді. Бірақ біраз уақыт отырғаннан кейін анау ақырын қайтадан тартып қалады. Оны созып қайтадан қалпына келтіріп алады. Үшінші дисторсия мұнда триггерный тяж. Тартып ауырады. Енді осы кезде пациенттер тізесінде проблема бар екенін түсінеді. Бірақ бұл кезде де бізге әзірше пациенттер келмейді. Осы кезде пациенттер бос уақытында TikTok-тан, Instagram-нан, YouTube-тан тізе ауруының емін іздеп, емін қарап бастайды. Және тізесі ауырып жүрген таныстарынан тізеңді қалай емдедің деп сұрап бастайды. Одан кейін рекламалардан небір дәрілер, майыздар, сондайларды алып май жағып бастайды. Яғни тізесіне жатарда майызын жағады, таңертең май жағады. Одан кейін наколенниктерге барып, бір рет МРТ түсіп, бір рет травматологқа барып қоюы мүмкін. Не болмаса бір рет рентген түсіріп қоюы мүмкін. Енді бұл тізеге майыз жаға берген соң, жаңа наколенник киіп жүрген соң, бұл жерде цилиндрический дисторсия пайда болады. Жалпы цилиндрический дисторсия бұл спиральный фасцияда орналасады, ал спиральный фасция бұл ең бетке фасция. Спиральный фасция бұл біздің жүйке жүйесінің, былайша айтқанда, солдаттардың немесе қол шоқпары деп айтса болады. Неге? Себебі жүйке жүйесі бұл адамға ары қарай жүруге болмайды деп жүйке жүйесі шешетін болса, спиральный фасциямен тізені қысып тастайды. Осы кезде обострение болып, адамдар ойбайлап жатып жүре алмай қалады. Қалай цилиндрический дисторсия пайда болды? Пациенттердің қолында папкасы пайда болды деген сөз. Неге? Себебі осы кезде тізені емдеу керек екенін пациенттер түсінеді. Себебі бұның обострениесі пациенттің жанын шығартып тұрып ауыртады. Және түнгі ұйқысы бұзылады бұл кезде. Неге? Себебі цилиндрический дисторсия түнде ауырады, түнде мазасын алады пациенттер. Енді түнгі ұйқы бұзылғаннан кейін пациенттер емін іздеп бастайды. Одан кейін бұл цилиндрический дисторсия суық пен ыстықты ұнатпайды. Мысалы, бір бөлмеде отырсақ, бөлмеде үлкенірек кісі болса, сол кісі айтуы мүмкін, бір жерден сквозняк ұрып тұр, терезені жабыңдар деп. Біз ешқандай сквозняк сезбейміз ол жерде. Ал үлкен кісі сезіп тұр. Неге? Себебі цилиндрический дисторсиясы бар тізесі, ол суықтың уже датчигі болады. Бұл пациенттер, мысалы, жұқа киіммен далаға бір жүгіріп шығып барып келетін болса, магазинге түнде обострение беріп тізесі ұстап қалуы мүмкін. Немесе моншаға барса, ыстық ваннаға түссе, түнде қозып, ертесі жүре алмай қалуы мүмкін. Солай бірте-бірте ара-арасында осындай обострениемен жүреді. Яғни төртінші дисторсия бұл цилиндрический дисторсия. Осы кезде жаңағы пациенттердің папкасының ішінде МРТ-сі болады, рентгені болады, анализдері болады, 2-3 травматологтың консультациясы болады, бірнеше жерге уже барып емдеп
көрген болады. Қалай ауырады десе, пациенттер өзім білмеймін дейді қалай ауыратынын. Өзім білмеймін, түсіндіре алмаймын қалай ауыратынын, бірақ қатты ауырады дейді. Бірақ ол кейбір кезде тынышталуы да мүмкін, олай қатты жанына батпайды. Bir күшейіп, бір басылып тұрады. Қай жеріңіз ауырады дегенге, былай тізесін сипалап көрсетеді алақанымен. Осының барлығы ауырады. Бірақ нақты ауырып тұрған жерін көрсете алмайды. Пальпация жасасақ, цилиндрический дисторсия или ауырмауы мүмкін, немесе бұл қатты ұстатпай ауыруы мүмкін. Және ограничение же қимыл қозғалысының шектелуі, бұл жерде қимыл қозғалысы шектелмеуі мүмкін, немесе мүлдем қозғалмауы мүмкін тізесі. Енді пациенттің аяғында бәленбай проблема пайда болды. Ол пациент тізесінің емін іздеумен жүреді. Ары қарай бұл дисторсиядан кейін бізде келесі дисторсиямыз бар, яғни тектоническая фиксация деп аталады. Бірақ тектоническая фиксация цилиндрдан кейін дамиды деген сөз емес. Ол қай кезде қимыл қозғалыс шектелді, санақ мында, бұл жағдайда континуумнан кейін қимыл қозғалыс шектеліп бастады. Демек, бұл континуум пайда болған жерден бастап тектоническая фиксация дамып жатыр. Яғни тектоническая фиксация дегеніміз не? Бұл біздің тіземіздің ішінде синовиальный жидкость болады. Яғни тізенің майы деп айтады қазақша. Елдің бәрін айтатыны тізенің майы дейді. Яғни бұл тізенің ішінде қан тамырлар болмайды. Яғни синовиальный жидкость былай тікелей келіп, қан тамырмен келіп тізеге құйылып тұрмайды. Тізеге синовиальный жидкость қалыпты жағдайда келу үшін тізенің қимыл қозғалысы нормада болуы керек. Енді қимыл қозғалыс шектелгеннен кейін бұл жерге синовиальный жидкость жеткіліксіз келеді. Қай жерінде қимыл қозғалыс шектеліп тұр, сол жерінде, мынау жерлерде синовиальный жидкость жетіспейді. Енді бұл жерде бұрынғы синовиальный жидкость жаңармағаннан кейін ол кіле ұқсап қатады, құрғайды. Енді бұл құрғақ болғаннан кейін бұл кісінің қимыл қозғалысы өз-өзіне травма келтіретін қозғалыс болады. Енді мына мал сойғанда буынды ашсақ, ол өте сырғанақ болады. Енді сырғанақ болғаннан кейін бір бәрінен сырғанап, өзіне өзі зиян келтірмейді. Ал егер ана құрғақ болса, ол бірін-бірі мысалы сырып, травма келтіреді, микротравмалар жасайды. Енді континуум дисторсия пайда болғаннан бастап, тектоническая фиксация дамып бастады. Енді мына жердің қозғалысы өз-өзіне травма келтіретін болғандықтан, артроз осы жерден бастап дамиды. Жалпы, енді артроз деген ол буынның деформациясы. Деформация дегеніміз, яғни буынның формасы да өзгеріп бастайды. Жалпы енді мұнда связка бар, буын бар, енді екеуінің травмасы қалай қалпына келтіретінін түсіндірейін. Мысалы, мынаны связка дейік. Связка осындай көп талшықтардан тұрады. Жалпы бір 10 талшық сызып қояйық. Енді связкадан да одан көбірек талшық болады ғой. Бұл коллаген және эластиннен тұрады. Коллаген связкаға беріктік береді, ол прочный болады, ал эластин оған эластичность береді, яғни созылғыш болады. Біз аяғымызды қайырып барып рентген түсірсек, сіңіріңіз созылған деп айтады, бірақ жалпы нормада біздің сіңіріміз ол созылады. Енді созылатын нәрсені созылған деп айтқан дұрыс емес. Яғни бұл жерде мысалы 10 талшық болса, бір 2-3 талшығы үзіледі. Бірақ енді бұл жерде больницадан да түсінсе болады, себебі сіздің связкаңыз үзілген десе, онда тікпейсіз ба деп айтады пациенттер. Ал бұл тіккенге келмейді. Енді бұл жер өзі қалпына келеді. Қалпына келгенде ол регенерациясы коллагеннің арқасында жүреді. Коллагенмен қалпына келтірген, коллагенді біз білеміз, беріктік қасиет береді деген. Демек, бұл жерде созылғыштық қасиет азаяды, ол бөлі көбірек прочный болып бастайды. Яғни бұрынғыдай созылғыштық қасиетінен айырылады. Демек, мысалы, мына связкаларда ең бірінші қайыр болды ғой. Осы жерлерде разрыв болса, осы жерлерде енді триггерный тяж пайда болады деген сөз.
мына связкаларда тоже триггерный тяж бар. Бұл триггерный тяждың техникасымен емделеді. Ал сүйекте бізде мұнда жаңа әрбір жүрген сайын майда микротравмалар жасап жатыр дейік. Бұл жерде микротравма жасағаннан кейін бұл жерде сәл аздап қан талау болады. Ол жер шеміршектің айналады. Шеміршектіңге кальций келеді, ол жер сүйектенеді. Яғни кальцинаттар жиналады, сүйектенеді. Сөйтіп осылай тізенің формасы өзгеріп бастайды. Бұл пациенттер тізені емдемей жүре берсе, ол деформация ары қарай дами береді. Пока мына дисторсиялардың барлығын алып тастамайынша деформация ары қарай дами береді. Осылай 5 жылдан кейін немесе 10 жылдан кейін ол операцияға алып келеді. Енді ақырындап диагностикасына, еміне және қандай диагноздармен біз айналыса аламыз, қандай диагноздармен айналыспаймыз, соны талдайық. Бірінші мысалы жиі келетін, ең көп кездесетін артроз. 1 мен 4 сатының аралығы. Яғни 1-ші саты болсын, 4-ші саты болсын, қай саты болса да біз пациенттермен айналыса аламыз. Бірақ егер ол 4-ші саты болса, тізесі мүлдем емге жарамайтын, формасы мүлдем басқаша, тізені бүккен кезде ол дисторсияға емес, уже костный компонентке тірелетіндей жағдайда болса, елдің барлығы сізге операциядан басқа еш нәрсе көмектеспейді дейтіндей жағдай болса, біз бұл кісілердің ауырғанын азайтып бере аламыз, бірақ тізесінде дисторсиялар толық кетіріп, тізесін толықтай жазып бере алмаймыз. Бірақ жағдайын көп жеңілдетіп бере аламыз. Ал оған дейінгі жағдайларда тізелерді біз толықтай емдеп, тізесін жазып жіберуімізге болады. Одан кейін ревматоидный артрит. Ревматоидный артритпен де пациенттер жиі келеді. Енді ревматоидный артритпен бізге пациенттер келсе, онда біз ол пациенттерден сұрауымыз керек: сіз менен қандай нәтиже күтесіз деп. Егер пациент айтатын болса, мен ревматоидный артриттан жазылғым келеді десе, онда біз ол пациентті емдей алмаймыз. Ал егер енді ревматоидный артритпен көбінесе әйел адамдар ауырады, ол әйел адам мысалы бізге айтса, орамалыма қолым жетпейді, шай ішкенде шынымды аузыма жеткізе алмаймын, осыны қолымда жететіндей қылып берсең болды десе, онда біз ол пациенттерді емдей аламыз. Одан кейінгі жиі кездесетін пациенттердің бірі асептический некроз. Бірақ асептический некроз тізеден емес, ол тазобедренный суставта болады. Бұл пациенттермен айналыспаймыз. Мына пациенттің айтуына байланысты. Мынамен айналыспаймыз. Подаграмен де пациенттер келуі мүмкін. Енді жалпы подагра болсын болмасын, біз тізені қолмен ұстасақ, тізе ыстық болып тұрса, онда біз айналыспаймыз. Бұндай ыстық подаграда болады. Бұл пациенттерге біз ем жасамаймыз. Сосын мысалы енді қайсысы бар? Киста Бейкера дейікші. Бұл киста Бейкера жалпы жүйке жүйесіне бұл киста Бейкер тізені стабилизировать ету үшін керек. Мысалы, жаңа айттық қой, триггерный тяжбен тізені тартып, тізені стабилизировать етіп қойды деп. Енді тяжбен тізені стабилизация жасай алмайтын болса, онда тізенің артына мынандай киста Бейкера жасап, ана киста Бейкермен тізені тіреп, стабилизациясын жасап қоюы мүмкін. Яғни бұл киста Бейкера бұл дисторсиялардан кейін пайда болатын нәрсе. Бұл киста Бейкерін егер операциялық жолмен алып тастайтын болса, бұл қайтадан шығып кетуі мүмкін. Ал егер біз дисторсиялардың бәрін емдейтін болсақ, киста Бейкер өзі кетіп қалуы мүмкін. Жалпы біз пациенттерге қандай да бір сұрақ қойсақ, бір сол жауаптан өзімізге керекті, өзімізге құнды мәлімет алып білуіміз керек. Яғни, мысалы, енді пациент келді, тізеңізге не болды, қашаннан бері ауырады. Тіземді бұрын қайырып алғам десе, яғни бірінші фолдингпен континуумды күтеміз, және ары қарай дисторсиялар, басқа дисторсиялар да болуы мүмкін. Одан кейін
Мысалы біздің қалай жеңілдетесіз тізеңіздің ауырғанын деген сұрақ. Егер тіземді ары бері қозғаймын десе, онда ол тяждар. Егер шашқымды ары бері қозғаймын десе, онда мына шашқаның айналасында тяждар болуы мүмкін. Егер пациент жүрсем қояды десе, онда рефолдинг болуы мүмкін. Жатсам қояды десе, анфолдинг болуы мүмкін. Және бір уқалаймын, сипалаймын десе, онда цилиндрическая дисторсия болуы мүмкін. Яғни біз білеміз, массаж жасау арқылы, уқалап сипалау арқылы цилиндрическая дисторсияны басуға да болады, немесе қоздырып жіберуге де болады. Одан кейін болды ғой деймін. Ал континуум дисторсияны енді пациенттер ол белгілі бір іс әрекетпен баса алмайды. Оны просто мысалы 90 градустан ары континуум ауыратын болса, ол 90 градусқа жеткізбейді тізенің бүгуін. Енді сіз қандай ем қабылдадыңыз деген біз пациенттерге сұрақ қоямыз. Енді пациенттер айтады, мен массажға бардым дейді, блокада салдырдым дейді. Блокада салдырғаннан кейін тізеңіз жеңілдеді ма деген сұрақты қоямыз. Егер жеңілдеді десе, онда ол қай дисторсияға әсер етеді. Массаждан кейін жеңілдеді десе, ол қай дисторсияға әсер етеді. Яғни дәстүрлі медицина қай дисторсияға көмектесетінін сіздерге қазір түсіндіре кетейін. Бұның арқасында пациенттер жеңілдеді десе, қай дисторсияны емдегенін ертең сіздер түсінетін боласыздар. Бірінші блокада. Ең көп салынатын дәрілерден біреуі. Яғни блокада салған кезде оның құрамында көбінесе ең жиі салатын дәрі ксифокам новокаин, дипроспан новокаин, не болмаса ксифокамды басқа дәрілермен де алмастыруы мүмкін. Бірақ салатындардың ішінде 90%-ның ішінде дипроспан болады. Енді дипроспан бұл переходной зонаға әсер етеді. Переходной зонаға әсер еткендіктен ол континуум дисторсияларда кетіреді. Континуум дисторсияны кетіргеннен кейін тізеде острый боль кетеді. Және тізеге сұйықтық жібергеннен кейін, бағана айттық қой, жидкость жинап тастайды деп, не болмаса біз керісінше сұйықтық құятын болса, онда ол анфолдингқа да әсер етеді. Бірақ анфолдингті олмен емдей алмаймыз. Олмен емделмейді. Бірақ сәл жеңілдетуі мүмкін. Одан кейін плазма. Қазіргі мода болған емнің бірі плазма немесе гиалурон дейік. Енді плазма мен гиалурон бұл жерде сұйықтық құйғаннан кейін қазір ғана айттық, анфолдингқа әсер етеді, және тектонический фиксация болады дедік қой. Бұл жерде қимыл қозғалыс шектелген аймағында сол жерге біз салған плазмамыз, гиалуронымыз барады, яғни тектонический фиксацияға әсер етеді. Unfolding және тектоническая фиксация. Одан кейін тағы да қайда баруы мүмкін тізесі ауыратын пациенттер. Мысалы массажға барды дейік. Қазір интернеттен көреміз, мысалы көп мода болған массаждың түрі, бұрын олай жасалмайтын еді. Балтырдан былай саусағымен көп созып жасайды массажды. Енді бұл триггерный тяжға әсер етеді. Және одан кейін цилиндрический дисторсия. Бірақ цилиндрический дисторсияны қоздыру да мүмкін, немесе басу да мүмкін. Енді мысалы көп естиміз, әріптестер, бір пациенттер айтады, ана массажға бардым, ойбай бардым едім, ертесі күні төсектен тұра алмай қалдым дейді. Онда ол цилиндрический дисторсияны қоздырып алды. Ал біреу айтуы мүмкін, ана массаж күшті жасайды, ойбай тұра алмай барып едім, ертесі күні шығып кеттім дейді. Ол цилиндрический дисторсияны басты. Бірақ цилиндрический дисторсияны қоздырып алу немесе оны басып беруі ол массажистің опытына байланысты емес. Бұны біз білмейміз, қалай қарай оратылып қалғанын. Яғни оны біз қандай техника пайдаланатынын қазір көрсететін боламын. Бұны біздің өзіміз де арасында қоздырып алуымыз мүмкін. Яғни цилиндрический дисторсия не екенін біле тұра қоздыруымыз мүмкін. Келесі ЛФК. ЛФК-ға барған кезде ол қандай дисторсия көмектеседі. Яғни ЛФК-да жатқан кезде былай мысалы иығын қозғалыс шектелген пациенттерге былай иығын айналдырады, былай тізесін айналдырып жасайды.
Бұл біздің тектонический фиксацияны емдейтін бір техникамыз. Тектонический насос деген бар ғой, соған өте қатты ұқсайды. 80%-ға. Бірақ тектонический насос біз жасаған кезде, біз айналдырған кезде бірінші компрессия беріп айналдырамыз да, айналдырып бір круг айналдырып болғаннан кейін біз керісінше тартамыз. Яғни соның арқасында біз компрессия беріп тартқан кезде тектонический насос дейді, синовиальный жидкостьті тартатын боламыз. Разница сода мысалы, ал ЛФК-да жай айналдыра береді. Яғни бұл тектонический фиксацияға әсер етеді. Одан кейін жалпы былай қозғай бергені бұл триггерный тяждарға да әсер етеді. Одан кейін мануальный терапия. Мануальный терапия, егер пациент құры анфолдингпен барса, жалғыз ғана анфолдингі бар болса, пациент жазылып кетеді. Сіз ауырмаған адамдай болып жазылып кетеді. Ал егер анфолдинг артында уже континуум бар болса, ол пациент нәтижесін тартып, бір қырт еткізгеннен кейін пациент аяғын баса алмай қалады. Демек, мануальный терапия тек қана анфолдингқа әсер етеді. Себебі анфолдинг ол бізде тракцияны қажет етіп тұрады. Одан кейін тағы қандай ем бар? Тізеге байланысты. Мысалы, миостимуляция деген аппараттардың ішінде. Миостимуляция жасаған кезде, бұлшықеттер жиырылады, босайды. Соның арқасында цилиндрмен тяж кетуі мүмкін. Демек, бізде барлық ем ол әрбір дисторсияның әрбір біреуіне әсер етуі мүмкін. Енді дәстүрлі медицинада айтады, сіздер комплексті емделсеңіз, результат жақсырақ болады деген сөз бар. Дұрыс қой? Мысалы, блокада салады, цилиндр кетті, мануальный терапия жасайды, анфолдинг кетті, ЛФК жасайды, тектонический фиксация кетті, массаж жасайды, цилиндрмен тяж кетті. Осылай көп дисторсияны алады да, комплекстен жасса. Ал ФДМ терапияның ерекшелігі не? Ол жалғыз ФДМ терапиямен бүкіл дисторсияны түсініп, және дұрысынан алады осы дисторсияларды. Және бұдан бөлек пациенттер бізге айтуы мүмкін келген кезде, менің бармаған жерім жоқ, маған еш нәрсе көмектескен емес деп айтуы мүмкін. Егер еш нәрсе көмектеспесе, ешқандай ем пайдасын келтірмей жатса, онда бұл пациенттерде, скорее всего, бар HTP. Яғни біз білеміз, HTP ол аяқ қолда болмайды, ол денеде болады. Енді тізеге қатысты ең бірінші HTP-лар ол паховый, ягодичный, поясничный HTP. О жақтан HTP пайда болды ма, тяж сол HTP-дан бастап төмен қарай келеді. Енді тізесі ауырған пациентті мысалы ешкім белінен жоғары жақтардан көп іздей бермейді. Енді HTP тауып HTP алып тастаса, тізе бірден 50-60%-ға жеңілдейді. Себебі бұл HTP-ді емдеу техникасы бұл дисторсиялардың емінің ішіндегі ең қиыны осы. Бұл жерде пациенттің сезімімен қатар терапевттің де сезімі керек. Бірінші бұны дәл ұстап алу керек, және ары қарай дұрыс өзінің бағытына қарай кіргізу керек. Бұл опытпен келетін нәрсе. HTP-ді кетірсеңіздер, тізесі 50-60%-ға жеңілдейді. Мысалы, баспалдақтан шыға алмай келген адам HTP-ді алып тастағаннан кейін баспалдақтан бірден шығып кетуі мүмкін. Жалпы емінен бұрын біз диагностика жайлы айтсақ, диагностика бізде пациент біздің кабинетімізге кірді, орындыққа дейін жүріп келіп отырғанға дейінгі моменттен басталады. Яғни біз пациенттің жүрісіне мән беруіміз керек. Егер де пациент тізесі сәл бүгіліңкі болса, тік жүре алмай сәл бүгіп жүретін болса, онда ол пациентте бәлкім
ақылы HTP бар, не болмаса тізеде unfolding бар. Неге unfolding болады? Өйткені тізені былай тік қойып компрессия істеткенді ұнатпайды. Сол үшін тізесін бүгіп қояды. Ал неге HTP болады? Өйткені бұл кезде ол тіндерді бір-біріне жақындатқан нода. Ал егер былай тік тұратын болса, HTP одан ары қысылады және ауырады. Одан кейін мысалы тізесі екі жаққа қарай қисайып келуі мүмкін. Екі жаққа қарай қисайып келді, ол комбинированный фолдингтан басталған проблема. Бірақ енді бұлай қатты қисайып кетіп, костный деформация болып келсе, бұндай пациенттерді емдеу өте қиын. Одан кейін жүрген кезде біз табанына мән беруіміз керек. Яғни мына іс-әрекетті медицинада дорсофлексия деп атайды. Егер де дорсофлексиясы жоқ болса, бұлай кусиный лапка түп-түзу жүретін болса, онда голеностопта континуум бір сол көтерткізбей тұр. Және бұл тізеге өте көп әсер етеді. Одан кейін пациент отырады. Отырған кезде де отырғанына біз мән беруіміз керек. Қалай отырады? Ол отырған кезде мүмкін бетіпке орындыққа өзін-өзі тастай салуы да мүмкін. Не болмаса жай ақырын отыруы мүмкін. Егер өзін-өзі тастай салса, онда аяғында әлсіздік бар деген сөз. Ал әлсіздік бізге келеді цилиндр тияж континуумнан келеді. Ал егер жай ақырын отыратын болса, онда ауырғаннан қорқып тұр. Резко острый боль болып кете ме деп қорқып тұр. Острый боль бізде континуум мен цилиндрда болады. Демек, кабинетімізге кірді, отырғанға дейін жүрісін қалай отырғанын бақылаймыз. Сол кезде біз қандай дисторсия бар екенін болжай аламыз. Одан кейін отырғаннан кейін, мысалы бізге тізем ауыру жүр дейді, бірінші қолында рентгеннің МРТ-сын береді. Мынаны көріп берші, мынаны оқып берші деп. Енді рентгеннің МРТ-сын көрген кезде біз рентгеннен МРТ-дан біз осы дисторсиялардың последствиясын көреміз. Бірақ қандай дисторсия бар екені МРТ-да көрінбейді. Яғни біз МРТ-ға қарап емдейтін болсақ, онда пациентті симптоматически емдейміз, әшейін симптомдарын басатын боламыз. Ал егер пациенттен сұрап, қолмен ұстап, арнайы тест жасап, тексеріп, осы дисторсияларды кетіріп емдейтін болсақ, онда біз аурудың себебіне әсер етіп, ол пациентті енді тізесі ауырмайтындай қылып емдеуге мүмкіндігіміз бар. Одан кейін жалпы МРТ-да қараған кезде, егер де МРТ-да полный разрыв деп жазылған болса, ол қандай да бір связканың не болмаса менисктің полный разрыв деп тұрса, онда біз ол пациенттерді бір травматологқа жіберуіміз керек. Неге? Себебі полный разрывтар операциямен емделеді. Енді мысал айтайық, полный разрыв медиальный или латерального мениска деп тұрады. Менискта полный разрыв. Енді бұл пациенттер операциямен емделуі керек. Бірақ операция жасайды, операциядан кейін тізесінің ауруы дәл сол қалпында сақталуы мүмкін. Енді бізге пациент келді, полный разрыв көріп тұрмыз. Полный разрыв көріп тұрғанда қай пациенттерді біз емдей аламыз, қай пациенттерді емдей алмаймыз. Сол жайлы айтайық. Қайсысы болса да біз ескертіп бір ауыз айтуымыз керек, сізге негізі операция жасау керек деп. Неге? Себебі бізден кейін ол травматологқа барса, травматолог айтуы мүмкін, сені қай жынды емдеген, бұл жерге операция жасау керек, операциямен ғана емделеді деп айтуы мүмкін. Бірақ операциядан кейін де ауру сезімі сақталатын жағдайлар болады. Енді полный разрыв мениска болды дейік, егер де пациенттің тізесі бір положениеде қатып қалса, былай да қозғалмайды, былай да қозғалмайды, бір положениеде тұр, МРТ-да полный разрывта тұр. Ол пациенттерді біз емдемейміз, операцияға жібереміз. Ал егер қимыл қозғалысы нормада болса, пациент операция жасатпаймын десе, онда емдесек болады. Ал басқа артроз 1, 2, 3 деген сатылар жазылып тұрса, ондай кезде біз емдей береміз пациенттерді. Енді сұрақтарын қоямыз. Қашаннан бері ауырады, қалай ауырады, таңертең ауырама, түнде ауырама, таңертең қаттырақ ауырама, ауырғанын қалай азайтасыз деген сияқты. Әрбір сұрағынан біз субъективті шағымдар арқылы қай дисторсияға алып келіп тұрғанын біз осылай анықтаймыз. Енді жалпы еміне тоқталайық. Емі неден бастаймыз деген сөз.
бүкіл дисторсия бар аяғында. Неден бастаймыз? Бұны бізге пациенттің өзі айтады. Яғни ең қатты ауырып тұрған жерін жүйке жүйесі соны шығарып тұрады. Ең бірінші проблемасы. Егерде пациент тізем түнімен ауырады, жанымды шығарып ауырады десе, қатты ауырады, білмеймін қалай ауырады десе, онда бірінші цилиндрін аламыз. Жалпы кітапта ең болезненный дисторсиядан бастаймыз деген деп жазылған. Ал ең болезненный дисторсияны пациенттің өзі айтады. Енді біз мысалы цилиндрларын алдық. Цилиндрін алғаннан кейін цилиндрларын алғаннан кетіргеннен кейін, яғни цилиндрический дисторсияда өте көп техника бар. Оны кетіретін. Және емдеуге ең қиын дисторсиялардың біреуі. Енді цилиндрический дисторсияны емдеуге біз техникаларын қалай таңдаймыз? Жалпы цилиндрический дисторсияны емдейтін техникалар өте көп. Қай техника көбірек келетінін пациенттің өзі көрсетеді. Егер қолым былай ауырады десе, онда скребок техникасы жақсырақ келеді. Егер пациент шымшып көрсетсе, онда бұл жерге шипок техникасы жақсырақ келеді. Егер қиғашынан сипайтын болса, онда крапивка жақсырақ келеді. Егер де бір кішкентай область көрсететін болса, қолмен мына жермен жанымды шығарып ауырып тұр десе, онда бұл жерге техника двух пальцев жақсырақ келеді. Одан кейін, мысалы айтайық, цилиндрларын алып тастадық, пациент жүрді, көп жеңілдеп қалдым, жақсы болып қалдым дейді. Бірақ не дегенмен тізесі әлде ауырып тұр. Егер де дәл осылай біз пациентті қайтарсақ, бұл пациент бір аптадан кейін тура осы жағдайда қайтадан келеді. Одан кейін тексереміз, мысалы отырып тұрыңызшы деп айтамыз пациентке. Енді қимыл қозғалысы шектелгендіктен толық отыра алмайды. Бірақ енді жартылай отырып науқас орнынан тұра алмайтын болса, ол артында тяждар тұр деген сөз. Не болмаса ягодичный HTP тұр деген сөз. Және біраз отырып жүргізіп көреміз, қай жеріңіз ауырады дегенсе, артында тяждарды көрсететін болса, онда триггерный тяждарды емдейміз. Тіземен бізге келетін науқастардың көпшілігі үлкен кісілер. Жастар да бар әрине, бірақ көпшілігі үлкен кісілер. Үлкен кісі болғандықтан біз пациентке ескертіп айтуымыз керек. Неге? Себебі тяждар бұл жерде ол кісілерде көбінесе хронический болады. Хронический тяждардың айналасында спайкілер болады. Яғни бірінші күні біз тяжды емдеген кезде, біз тяжды бірінші жасап, бір жасағаннан кетіреміз деп үміттенбеуіміз керек. Себебі біз бірінші сеанста мына спайкілерді кете аламыз. Спайкілерді алып тастағаннан кейін пациентке біз ескертіп айтуымыз керек, түнде тізеңіздің ауырғаны күшейеді деп. Күшеюі мүмкін деп. Егер ескертіп айтпасақ, онда түнде пациент бізге телефонымызға, WhatsApp-қа сообщение жазып жібереді, сен мен істедің, сен мен тіземді бүлдірдің деп. Біз тізесін бүлдірген жоқпыз, хронический тяжда біз острый аудардық, ауырғаны күшейіп кетті. Енді бұл жағдайда біз не істейміз? Пациент бір күн, 2 күн демалады. Егер ауырғаны қатты шыдатпай бара жатса, онда бір обезболивающий дәрі ішеді, 1-2 күн демалып келеді. Негізі 3 күнге дейін. Содан кейін 2 күннен кейін мысалы пациенттер айтады, өткенде бірінші, екінші күні қатты ауырды, қатты қиналдым деп. 3-ші күні келеді, бұрынғыдан қарағанда пациент жақсырақ болады. Енді содан кейін емдеген кезде триггерный тяж уже біз емдейміз. Бірақ бұл кезде де 2 рет жүргеннен емделмейді, оны бірнеше рет жасау керек болады. Бұл жердегі қателіктер неден басталады? Мысалы, триггерный тяжды көрсетуі мүмкін, мынадан былай қарай тартып тұрды. Бірақ оның басы мына жерден емес, өкше жақтан да басталуы мүмкін. Сондықтан триггерный тяж пальпация кезінде болезненный болады, қолмен ұстаймыз, ауырама. Мына жерден бастап ауырмайды десе, онда осы жақтан бастап алып кетеміз. Енді триггерный тяжды емдегенде бұл басынан аяғына дейін тоқтамай ауыру керек. Бұл триггерный тяжда четкий бір топографиясы жоқ, осы сызықтың бойымен жүреді деген. Ол бір пациентте сәл бүйтіп оңға қарай, солға қарай, былай қисайып жүруі мүмкін. Сондықтан біз пациенттің
эмоциясына қарап отырамыз. Егер де тып-тыныш жатып қалса пациент, демек біз триггерный тяждан шығып кеттік. Онда сәл артқа жүреміз де қайтадан жүргізіп бастаймыз. Енді триггерный тяждарын алып тастадық, цилиндрін алып тастадық. Пациент тұрады, жүрген кезде тез жүріп бастайды. Бірден скорость қосылғанын байқаймыз. Жалпы триггерный тяжды емдегеннен кейін біз артынан цилиндрді көрсетсін, көрсетпесін скребок жасауымыз керек. Неге? Себебі триггерный тяждың техникасының өзі цилиндрический дисторсияны қоздырады. Және триггерный тяж жасағаннан кейін пациенттерге біз айтуымыз керек, үйге барғаннан кейін әрбір 1,5 сағат сайын 15 секундтан былай мұзбен ысыңыз деп. Әйтпесе мұзбен ыспаса цилиндр обострение беруі мүмкін. Цилиндр обострение берсе, пациент 2-3 күн орнынан тұра алмай қалады. Мысалы айтайық, азамат алдыда триггерный тяжын шығарды, пациентке ескертіп айтқан жоқ, мұз басқан жоқ, цилиндр қозып кетті. Цилиндр қозып кетті, ойбайлап азаматқа пациент звондайды: сен маған не істедің, сен менің тіземді құрттың, сен менің тіземді бүлдірдің, мен саған жай жақсы өз аяғымен жүріп келген едім, қазір жүрмек түгіл төсектен тұра алмай жатырмын. Енді бұл азамат айтады: тәте, келіңіз, сізді тағы бір көрейін дейді. Жоқ, мен саған бармаймын, мен басқа врачқа барамын дейді да. Одан кейін мысалы Мәдиге баруы мүмкін. Мәдиге келеді, енді Мәди ол мысалы травматолог ретінде қабылдап отыр дейік. Бұл ФДМ терапиямен емес, обезболивающий дәрілер, анау майыздар жағып берді, ауырғаны 2-3 күннен кейін басылды. Енді бұл пациенттің алдында Мәди бір керемет врач болып қалады. Неге? Себебі қатты ауырып тұрған тізесін Мәдидің назначениесі арқылы тізесін ауырғаны қойды. Бірақ та ол назначение алмаса да, ол дәрілерді ішпесе де 2-3 күннен кейін өзі де басылатын еді. Сондықтан тяж континуум жасағаннан кейін техникасын артынан обязательно скребок жасаймыз, және пациенттерге үйге задание береміз: мұзбен әрбір 1,5 сағат сайын мұзбен сыңыздар деп. Бірақ пациенттер оны көбінесе жасамайды. Неғып жасамайсыз десеңіз деп сұрасақ, суық тиіп қала ма деп қорықтым дейді. Енді мысалы тяжын алып тастадық, цилиндрін алып тастадық. Пациентке жүріңіз десек, пациент тезірек жүріп бастайды. Енді не мазалап тұр десе, қандай да бір іс-әрекетте бір қатты ауру сезімдер болуы мүмкін. Не болмаса әлі де тіземде бірдеме бар сияқты, әлі де что-то не то. Или болмаса тізесін бүксек, ойбай, мына жерде бірдеме бар деп бір точканы көрсетуі мүмкін. Континуумдарды аламыз. Континуумды алғаннан кейін қайтадан цилиндрдің техникасын көрсетсін, көрсетпесін жасаймыз. Енді континуум тяж цилиндрді алып тастағаннан кейін ары қарай фолдингпен, тектонический фиксациямен жұмыс жасаймыз. Фолдингпен жұмыс жасаған кезде естеріңізде болсын, фолдинг бұл емі безболезненный болу керек. Яғни пациентке ұнау керек біздің жасап жатқан техникамыз. Егер де оны ауру сезіміне қарамай істейтін болсақ, бұл пациент ертең орнынан тұра алмай қалады. Сол үшін фолдинг ең соңынан емделеді. Және тектонический фиксация. Егер де біз осы дисторсияның барлығын алып тастай алсақ, онда пациент жазылады. Ал бірақ көпшілік пациент 4-ші сатыда уже операцияға алған кезде келеді. Бұл кезде бұл суреттегідей дисторсиялар бір-бірімен оратылып, бір-бірімен байланысып кетеді. Және оның барлығын кетіру қиын болады. Бұдан бөлек, межкостный мембранада бұл жерде де фолдинг болады. Бұл да қабаттасады. Одан бөлек, мына жақтарда бұлшықеттерде межмышечный перегородкада фолдингтар болады. Ол да қабаттасады. Мына суретте бірінің үстіне бірі шығып тұр, осы сияқты бірінің үстіне бірі шығып қабаттасып тұрады пациенттерде. Енді қайсысын көрсетеді, содан бастап емдей береміз. Кейбір пациенттерде толықтай алып тастауға шамамыз келеді. Енді совсем асқынып кеткендерде, тек қана сізге операция деген пациенттерге біз енді бір шама жеңілдетіп бере аламыз. Енді құрметті YouTube-тан көріп отырған көрермендер, сіздерге бұл техникалар көрсетілмейді. Сіздер дұрыс жағынан түсініңіздер.
Мысалы, енді бұл техникаларды жасау үшін бұны оқып жүрген адамдардың өзі, қолының икемі бар адамдардың өзі 5-6 ай үйренеді. Ал егер кейбір адамдар 1 жыл, 2 жылға дейін үйренеді. Және де сіздер бұны өздеріңіз жасайтын болсаңыздар, небір асқынулар жасап алуларыңыз мүмкін. Мысалы айтайық, континуум дисторсияны 10-15 секундтан артық баспаймыз. Егер де біз 1 минуттан көп басатын болсақ, о жерде біз континуумды емес, біз нервті басып тұруымыз мүмкін. Мысалы, нервті басқанда да, ойбай, инет қандай ауырып жатыр деп айтса, біз континуум екен деп мажа ұстап тұрсақ, 1 минуттан кейін ол нерв істемей қалуы мүмкін. Сондықтан континуум дисторсия бұл өте тез пайда болатын дисторсия және өте тез кететін дисторсия. Бұл 10-15 секундтан артық баспаймыз. Егер де ауырған азайма дәл сол күйі ауырып тұр десе, онда бұл жерде 4 қателік болуы мүмкін. Бірінші қателік, біз басқан кезде қолымызбен нақты сүйекке келмей тұруымыз мүмкін. Екінші қателік, мысалы, континуум былай шығып тұр дейік, ал біз оны былай басып отырмыз. Бұны қанша бассақ та орнынан қайтпайды. Яғни вектор дұрыс емес. Үшінші қателік, біздің күшіміз аз болуы мүмкін. Біз оны жай бассақ, ол кетпейді, ал қаттырақ бассақ, ішіне қарай орнынан түсуі мүмкін. Төртінші қателік, ол континуум емес, мысалы, біз нервті басып тұруымыз мүмкін, немесе сіңірді басып тұруымыз мүмкін деген сияқты. Триггерный тяжды да. Енді сіздер триггерный тяжды жасаған кезде, мысалы, былайына 1 жасадық, ауырған азаймады десе, жоғарыдан төмен 1 жасаймыз. Ауырған азаймады десе, онда ол тяж емес. Не болуы мүмкін? Ол жоғарыда HTP болуы мүмкін, не болмаса цилиндр болуы мүмкін. 2 рет жасап көреміз, жоғары қарай, жоғарыдан төмен қарай, егер нақты тяжды айтып тұрса. Егер кетпесе, одан артық жасай беруге болмайды. Неге? Цилиндр қозып кетеді, ертесі күні пациент тұра алмай қалады. Цилиндрический дисторсияда да өзінің қателіктері бар. Мысалы, пациент цилиндрический дисторсиямен келді, біз емдедік, жақсы болып қалдым, ауырғаны азайды, бірақ әлі де бар десе, біз ол пациентті толықтай цилиндр кетіреміз деп емдей берсек, ол келген кездегіден қатты күшейіп кетуі мүмкін, және ол олай күшейіп кететін болса, біз оны қолмен баса алмай қаламыз. Пациентке тек қана шыдау керек болды. Сондықтан цилиндр жасадық, жақсы болып қалды, бірақ әлі де бар десе, толық кетіруге тырыспаймыз. Folding дисторсия ол безболезненный болу керек, ауыртпайтын, керісінше пациент рахаттанып жатуы керек. Және де тектонический фиксацияға қатысты тектонический фиксация жалғыз дисторсия қыздыруға болатын. Бірақ қыздырады пациент, мына дисторсияның барлығын алып тастағаннан кейін ғана қыздырады. Ал егер мына дисторсиялар болып, мен бірінші тектонический фиксацияны емдеймін деп мына жерге қыздыратын болсаңыз, ертесі күні пациент тұра алмай қалады. Ал енді сіздерге біраз мәліметтер айта алдым деп ойлаймын. Жалпы бұл бүгінгі түсіндіргенім, бұл жай ғана тізені қайырып алғаннан бастап операцияға дейін қалай баратыны және осы артрозы қалай дамитынын түсіндіріп айттым. Енді пациенттерден біз сұрағанда травма болды ма десе, болды, осында травма болды деп айтуы мүмкін, не болмаса болмады деп айтуы мүмкін. Егер болмады десе, онда болмады деген сөзді біз сенбейміз, өзіміз тексеріп көруіміз керек. Себебі пациенттер есінде сақтайды, аяғы сынған кезде, не болмаса больницаға жатқан кезде, машинаға қаққан кезде, аварияға түскен сонда үлкен травмаларды есінде сақтайды. Ал қыста кетіп барады, жай былай қайырып алған травмаларды есінде сақтамайды. Сол үшін біз өзіміз тексеріп көруіміз керек. Ал егер бірақ пациенттерде шынымен де травма болмауы мүмкін. Шынымен травма жоқ, өзінен өзі артроз дамып жатыр. Ондай жағдай болса, өзінен өзі травмасыз басталып жатса, скорее всего жоғары жағында HTP тұр. Ягодичный или паховый. Бастамасын осыдан алып келе жатыр. Мынау кетпейінше, мынаны кетірмейінше, мынаның ешқайсысы кетпейді. Ал енді бүгінгі сабақ ұнаса, келесі сабақ омыртқа жайлы айтатын боламын. Енді мен өзім невропатолог дәрігер болғаннан кейін омыртқаны бұдан қызығырақ, бұдан жақсырақ жеткіземін деп ойлаймын. Әрбір диагнозды жеке-жеке талдайтын боламыз. Ал ютубтағы көрермендер каналға тіркеліп қойыңыздар. Егер де тізе ауруы мазалап жүрген болса, ФДМ терапияға келіңіздер.